Бағанда курстарға неге барады? Өйткені жауапкершілікті біреуге береді ғой ал жерде. Ал мен барам, ана менің әкеммен проблемамды шешіп береді, и сосын мен мына табысым артады деген нәрсе бар да, жоқ. Бұл абсолютті шындық емес, өйткені мен бағана өздеріңіз интернеттен көрсеңіздер болады, бағандай жетімдер үйінен шыққан, әке шешесімен дұрыс қарым-қатынас құра алмаған кісілер бар да. Мен қазір бір-екеу ғанасын айттым. Біреуі Starbucks-ның CEO-сын айттым, екіншісі Apple-ның негізін қалаушысын айттым да, бір фаундер мен бір CEO-ны айттым. И бұл оның өзі менде көп оған ұқсаған оқиғалар. Нақты табысқа алып баратын, нарықта сұранысқа ие болған қабілеттен жалпы қабілеттер екіге бөлінеді. Біріншісі бұл біздің іскерлік қабілеттер, бағандай мысалға видео монтаждай алу, Word-қа бірдеңке түсіре алу, текст hard skill мен soft skill бар. Екіншісі бар, бұл біздің ұзақ мерзімді қабілеттер, ұзақ мерзімге жарамды, бұл коммуникация құралу, стратегия, жүйелі ойлана алу, жүйелі жоспар құра алу деген секілді, анализ жасай алу деген секілді, ұйымдастыра алу, үйрете алу, түсіндіре алу, топты жетектеу деген секілді. Проблема шеше алу. Мәселелерді шеше алу, қашпау, әке-шешеге жүктемеу деген секілді. Шынайы, реалдық шынайы өмірге шынайы қарап дұрыс бағалай алу сәтті. Осындай бір қабілеттер бар. И бұлар адамға әрқашан керек. Адамның бұл зерттеулерде бар. Табысқа жетуінің негізгі 81% адамдар жетістікке жетуінің себебі осы екен. Осы қабілеттердің бандай. Коммуникация құра алуменен, жоспарлай алумен, жүйелей алуменен, лидерлігіменен, топты жетектей алумен деген секілді да. Осындай бір қабілеттердің себебінен ол кісі жетістікке жетеді екен да.